Әнші Асқат Тарғын Су жаңа бейнебаянының түсірілімін аяқтады. Әншіні бұл жолы той әндерінен емес, басқа бағыттан көре аласыздар. Бұл тыңдармандарына ерекше тосын сый болады деп үміттенеді әншінің өзі. Жақында бейнебаян түсірдік. Енді көбісі мені той әнімен халықтың көбісі танып қалғаннан кейін бұл клипіміз, бұл әнге кішкене өзгеріс бердік. Сонымен өзгерісті қалаған Асқат Тарғынның бейнебаяны қандай әнге таспаланды екен? Клиптің сюжеті туралы да сұрай кетейік. Жарыққа шықпаған бейнебаянның не туралы екені қызық қой әрине. Бұл ән Атамекен деп аталады. Әннің авторы Бауыржан Өскенбеков ағамыз сазгер. Мен енді басқа қырынан көрінейін деп осы қазақтың кеңдігін, табиғатымызды, жерімізді, елімізді, сонау байырғы қазақтардың күн көрсін түсірдік. Бұл жерде ағаши, құмай тазы, бүркітші, бүркіт, қыз қуу, атпен шауып, кәдімгідей қазақтың бұрынғы сол көшіп қонып жүрген күн көрсін түсірдік. Иә, дұрыс естідіңіздер. Асқат Тарғын бұл жолы тойға арналған емес, патриоттық әнін жарыққа шығармақ. Бұл стильді әнші қалай таңдады, анығында қалай бет бұрды екен? Кішкене жаңағыдай қазақы стильде кішкене өзгеріс енгізейін дедім. Творчествома бұйырса қазір монтаж үстінде клиптің режиссері Азамат деген бауырымыз. Бұл сценарийді Азамат өзі ойластырды. Кейін екеуміз ақылдасып бір тұжырымға келіп, осындай дүние түсіріп қайтқан болатынбыз. Бұйырса енді клип шыққаннан кейін көздеріңіз көзайым боласыздар. Сонымен Атамекен әніне түсірілген бейнебаян қай өңірде таспаланды деп ойлайсыздар? Әрине, қазақтың кең даласын, таулы аймағын бір ғана бейнебаянмен көрсету мүмкін емес. Дегенмен Асқат Тарғын әдемі жерді таңдай алғанына сенімдіміз. Клип осы Алматы қаласынан 250 шақырым жерде Жалаңаш деген ауылы бар, Көлсайдың ар жағында, сол таудың арасында, таудың ішінде әдемі жерді алып сюжет түсірдік. Ол жерде бүкіл сол ауылдың адамдарын алдық, съемкаға, түсірілімге, ауылдағы апаларды, ағаларды, кішкентай балдарды, және актер, актрисалар осы Алматы қаласынан ертіп бардық. 4 машинамен бардық. Ол жерде киімдерімізге шейін көне киімдер. Қазіргі заман емес, бұрынғы заманды көрінісін көрсеттік. Бұйырса енді жақсы шығады деп ойлаймын. Ал сонша мақтанып айтқан бейнебаянның жарыққа шығар күні де алыс емес. Қуанышымен қуана бөліскен әнші баршаңызды Су жаңа бейнебаянның тұсаукесеріне шақырады. Қазір монтаждың үстінде, бұйырса енді шыққаннан кейін тұсаукесер жасайын ба дегенде ниет бар. Бұйырса Аллаға сіздер шақырамын. Жарайды, сол кеште жолыққанша дейміз. Атамекен әнінің бейнебаяны көптің көңілінен шығады деген үмітіңіз ақталсын деп тілейміз, Асқат мырза.